Сәлем достар, бүгін сіздермен өте оңай әрі жұмсақ таңқурай қосылған кекс дайындайтын боламыз. Рецепті қарапайым, нәтиже болса өте дәмді болып шығады. Олай болса кеттік. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстінен шекер қосып, жақсылап шекеріміз ерігенше араластыратын боламыз. Осылайша араласып болғаннан кейін үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, бір араластырамыз. Одан кейін сүтімізді қосып, тағы бір араластыратын боламыз. Келесі этап бізде ондай этап құрғақ ингредиенттерімізді салып, осылай жаймен араластыратын боламыз. Бөліктерге бөле отырып, мен 3 бөлікке бөлдім. Сіздер де осылай бөліктерге бөле отырып араластырсаңыздар, қамырыңыз өте әдемі, қоймалжың қамыр болып шығады, және арасында ешқандай қамыр қалып кетпейді. Осылай астынан үстіне қарай жаймен араластырсаңыздар, қамыр өте керемет болып шығады және керемет көтерілетін болады. Міне біздің қамырымыз дайын, енді ыдысымызды дайындайтын боламыз. Кекс қалыптарын астын майлап жіберсеңіздер болады. Майламасаңыздар да болады, себебі ол ешқандай астына қатып қалып жабысып қалмайды. Осылай мен әр кекс қалыпына 2-2,5 ас қасықтан салып шығатын боламыз. Одан кейін үстіне турап дайындап алған таңқурайымызды бөліктерге бөле отырып осылай салатын боламыз. Мен 3 туптан салып шықтым. Одан кейін үстіне осылай бір қасықтан тағы да қамырымызбен жауып шығатын боламыз. Қызып тұрған пешімізге жібереміз. Міне осылайша біздің кексіміз дайын болды. Сіз де үйіңізде жасап көріңіз, өте оңай дайындалады және дәмі өте керемет болып, осылай жұп-жұмсақ болып шығады. Егер ұнаса арнама тіркеліп, кір қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.